Амансыздар ма, қалдарыңыз қалай? Араб әмірліктері Дубай қаласынан сөйлеп тұрмын. Хабар агенттігінің осы елдегі меншікті тілшісі болып жұмыс істеп келе жатқаныма 1,5 жылға жуықтады. Осы уақыт бедерінде бірқатар эксклюзив жаздым. Қазақстандық көрермен үшін қызықты деген дүниелерді жеткізуге тырыстық. Азды көпті еңбек еттік дегендей. Сондай-ақ екі елдің қарым-қатынасына тікелей әсер ететін оқиғаларды да ақпараттандырдық. Ол форум болуы мүмкін, саммит болуы мүмкін, қандай да бір іскерлік басқосу жиындары болуы әбден мүмкін. Сол оқиғалардың ортасынан табылып, еліміз үшін маңызды деген репортаждарды жасап жеткіздік. Ол енді объективті тұрғыда өте дәлме-дәл ақпарат деп айтсақ болады. Себебі мемлекеттік телеарна болғаннан кейін ол жерде бірінші кезекте бізден талап етілетін дүние объективтілік. Шетелдегі тілші ретінде негізгі қызметіңізге тоқталып өтсеңіз. Шетелдегі тілші ретіндегі негізгі міндеті бұл Қазақстан үшін маңызды халықаралық форум алаңдардың ортасынан табылып, сол жерден біздің аудитория үшін маңызды деген дүниелерді сүзіп алып, көрерменге жеткізу. Араб әмірліктерінде өтіп жатқан іс-шара болғанда бірінші кезекте осы елдің мүддесіне сай келетін дүниелерді алдыңғы қатарға шығарады жергілікті жаңағы ұйымдастырушылар. Ал біздің міндет сол жерде енді елімізге деген эксклюзив болатындай дүниелерді сүзіп алып жеткізу. Сондай-ақ Қазақстанның екі жақты байланыстарын ақпараттандыру, біздің елден делегация келіп тұрады ара-тұра. Сондай-ақ аймақтық деңгейдегі оқиғаларды, жаңалықтарды жеткізу. Таяу шығыс аумағында шиеленіс қайтадан ушығып кетті. Бұған дейін қауіпсіздіктің символына баланып келген Араб әмірліктері соққы астында қалды, 1 айдан асты. Әлі де сол дағдарыстан бұл мемлекет шыға алмай жатыр. Міне осы дүниелердің барлығын қазақстандық көрерменге жеткізіп келдім. Оқиғаның алғашқы сәтінен қазіргі кезге дейін, алғашқы шабуыл болған сәтте де тікелейге шықтық, одан кейін де күн сайын ақпарат жеткізіп отырдық. Ол кезде мысалы қазақстандық көрермен бұл жерде болған оқиғаларды бұл мемлекеттік телеарна арқылы, мемлекеттік ақпараттық агенттіктер арқылы біліп отыр, және менің жеткізген хабарларым арқылы мемлекеттік телеарналарда осы дүниелерді негізгі міндеті осы. Шетелде болып жатқан оқиғаларда қазақстандық көрерменде қалыс қалмау керек. Оларда өзіміздің мемлекеттік тілдегі ақпараттарды тұтынуы қажет. Сол бағытта, сол мақсатта жұмыс істедік. Эксклюзив дүниелерді барынша жеткізуге тырыстық. Біздің негізгі міндет, негізгі шаруа, мақсат сол. Шет мемлекеттерде хабар агенттігі ғана Араб әмірліктерінде жалғасты тілшілер қосынын ұстайтын болғандықтан бірінші кезекте бізден сондай бірегей дүниелер талап етіледі. Елдің сыртқы және ішкі имиджін қалыптастыруда телевизияның атқаратын рөлі қандай? Телевизия әлі де ол өміршең дүние болып қалып отырады. Ол елдің ең ықпалды медиа ресурстарының қатарында көш бастап келе жатыр деп айтсам болады. Себебі мемлекеттік арналар ол бірінші кезекте ресми деректердің қайнар көзі деген атқа ие болып отыр. Әлеуметтік желіде ақпарат енді кейде бұрмаланады, кейде артық эмоциямен жеткізіледі. Ал телевидение ол ешқашан эмоцияға ерік бермейді. Ол жерде бірінші кезекте контентті сапалы түрде жасау талап етіледі. Содан кейін кәсіби журналистиканың талаптары, ережелері ескерілуі керек. Сол міндетті, сол құндылықты телевизия, біздің отандық телеарналар сақтап келе жатыр. Оның ішінде әлбетте хабар агенттігі, Хабар 24 KZ телеарнасын ерекше атап өткім келеді. Мен жұмыс істейтін арна. Сонымен ол жерде енді тағы да бір айта кетер дүние, ішкі имидж тұрғысынан қоғамның бірлігін, ұлттық құндылығын дәріптейтін дүние деп айтуға болады мемлекеттік телеарналар. Себебі ол бірінші кезекте біздің ұлттың, мемлекеттің мүддесі, мемлекеттің ісі ғой мысалға. Ұлттық құндылықты дәріптеу. Ойлаңызшы, ұлттық құндылықты дәріптеу және қоғамның бірлігін нығайту. Ол бірінші кезекте мемлекетке керек. Ал мемлекеттік арналар сол міндетті, сол миссияны мінсіз атқаратын ресурс, құрал, ақпарат. Қазақстанда шетелде осы танытатын қандай стереотиптік көзқарастар бар? Қазақстан жайлы әңгіме қозғалғанда мен байқадым, біздің ел бірінші кезекте мынау шикізаттың, қазба байлықтардың ордасы ретінде қаралады. Өйткені мұнай өндіруші деген аты бар. Одан бөлек түрлі металл, жаңағы алтын, күміс тастардың да біздің елде қомақты қоры бар. Сол тұрғыда біздің ел, сіздер бай мемлекетсіздер ғой, сіздердің жерлеріңіз үлкен ғой, қазба байлықтарыңыз мол екен деген сияқты, шикізат қорларыңыз көп екен дегендей стереотип бар. Бұл енді жақсы құбылыс, жақсы дүние. Өйткені кез келген мемлекетке ол беріле бермейтін
мүмкіндік қой. Сол мүмкіндікті пайдаланып отырған біздің ел ол жақсы атқа, жақсы имиджге ие деп айтуға болады. Екінші тұрғыда біздің ел мына посткеңестік елдердің бір бөлшегі ретінде қаралады. Ол оның да бір жаман тұстары бар кейде. Мәселен, орысша сөйлейді деп ойлайды көпшілік. Ойлаңызшы, біздің мемлекет орысша, мемлекеттік тіліміз орысша деп ойлайды. Қазақтың өзінің тілі бар, мемлекеттік тілі бар, өзінің мәртебесіне ие кәдімгідей тілі бар дегендей жеткіземіз. Сосын біздің мына тіпті мына қазақстандықтар келген кезде біздің замандастарымыздың көбіміздің жаңағы тегімізде, фамилиямызда Офиев деген жазба бар. Міне сол жазбада біздің қазақстандықтардың жаңағы посткеңестік елдердің бірі екенін айтады да, соны дәлелдейді. Біз сол дүниеден де кейінгі кезде енді арылып келе жатырмыз. Мен мысалы араб әмірліктеріне келіп жұмыс істеген шақта Офиев деген жазбаны алып бастадым. Өзімнің әлеуметтік желідегі мынау визитка жазбалардың барлығына Рауан Мыңбай деп жазып қойдым. Солай таныстырамын өзімді. Өзіндік бір енді қазақ екенімізді, қазақстандық екенімізді, біздің тәуелсіз мемлекет екенімізді аяқтау керек қой. Сондықтан сондай ұстанымға көштім деп айтсам болады. Шетелдік бақта Қазақстан туралы ақпарат көбіне қандай контекстте беріледі? Мен енді өзімнің тәжірибеме сүйеніп айтайын. Бұл жерде мысалға ОПЕК плюс деген ұйым бар. Араб әмірліктері Қазақстанда мүше, Сауд Арабиясында мүше. Міне сол ОПЕК жаңалықтарында көбіне Қазақстан жиі аталады. Одан бөлек халықаралық қатынастар, реформалар, жаңа инвестициялардың ордасы ретінде де біздің мемлекет жақсы контекстте айтылады. Реформалардың көбін шетелдік сарапшылар жақсы бағалайды, жоғары бағалайды. Өйткені олардың айтуынша кез келген реформа ол елді алға жетелейді. Ол қоғамды қозғаушы күш деп айтады. Ол қандай жағдайда реформа болсын, ол адамның өзгеше бір құндылықтарды салады, өзгеше ой салады дегендей. Сондықтан біздің елде сондай бір реформаларға тез бейімделетін, жиі жаңағыдай бастамаларды қолға алатын мемлекет ретінде қаралады. Бірінші кезекте жаңағы мұнай өндіруші мемлекет болғаннан ол жерде Қазақстан міндетті түрде айтылады, ол контекстте. Одан кейін екінші жағынан біз осындай саяси экономикалық тұрғыда белсенді нарық, белсенді ел екеніміз айтылады. Сондай-ақ тұрақты, ең бастысы экономикалық саяси тұрғыда тұрақты мемлекет екенімізді жиі сол нелерінде контекстте айтылып жатады. Орталық Азия деген кезде мысалға Қазақстан көшбасшы екені бірінші кезекте атап өтіледі. Осындай тұрғыда имидждік мүмкіндіктеріміз, әлеуеттеріміз бар. Шетел медиасында ел имиджін қалыптастырудың коммуникациялық және пиар тәсілдері Қазақстандағы тәжірибеден несімен ерекшеленеді? Тәжірибе негізі ұқсас. Біздің мемлекет тіпті кей жағдайда алда деп айтуға болады. Біздің елдің пиар және имидж мейкерлері өте жақсы жұмыс істейді. Шетелдік бақпен ашық, кез келген оқиғаны тікелей именбей, жаңағыдай тартынбай таратуға бейім тұрады. Ал араб әмірліктерінде өкінішке қарай мен олай деп айта алмаймын. Бұл жерде біріншіден менталитет басқа. Мысалға коммуникация қызметкерлерімен сөйлескен кезде ер адаммен сөйлескен өте мен үшін қолайлы. Өйткені әйел адаммен сөйлесе алмаймын. Өйткені әйел адам бұл жақта жалпы ер адаммен сөйлеспеу керек. Ерікті мәдениет, құндылық. Көбіне араб қыз-келіншектері олар жабық келеді, оларды түсіруге болмайды, олармен сөйлескен кезде де белгілі бір шекарадан аспауың керек, және пошта арқылы ғана сөйлесіп отырасың, болды. Мысалы, оны бір іс-шарада көрген кезде оның жанына жақындап барып әңгіме бастап, немесе тақырыпты қозғау сәл қиындау, мен үшін қиындау, менің де тәрбиеме ол сай келмейді. Ал ер адамдармен шамалы оңайырақ деп айтсам болады. Сондықтан біздің ел бұл тұрғыда шамалы алда. Кері байланыс соншалықты бұл жерде жоғары деңгейде емес. Қазақстандық тәжірибе алда деп айтсам болады. Және соны дамыта беру керек, сол үдерісті үзбеу керек деп ойлаймын. Бұл біздің артықшылығымыз. Шетелдің медиа өкілдері, инфлюенсерлері мысалға Қазақстан жайлы ол кезде өзгеше пікір ой қозғайтын болады. Мысалға мен осы тұрғанда Біріккен Араб Әмірліктері туралы мен ондай айта алмас едім. Мен енді 1,5 жылдық тәжірибе болғаннан кейін кей жағдайда ғана бір риза болатын кездерім болады. Өз тәжірибеңізде эфирдегі сюжеттердің Қазақстан азаматтарының елге деген сеніміне, ұлттық бірегейлігіне және патриоттық сеніміне әсер ететінін байқадыңыз ба? Иә, өте көп байқадым. Мысалға, Бурж Халифа ғимаратының маңында Қазақстанның туы жыл сайын қазан айында және желтоқсан айында бейнеленеді. Сол кезде Қазақстан халқының бірлігі, оның ішкі ынтымағы бір өте жоғары деңгейге дейін асып кетеді. Себебі көпшілік соған риза болып жатады. Бұл енді біздің елдің мәртебесін, абыройын асқақтататын дүние болғаннан кейін. Сырт мемлекеттерде Қазақстанның имиджіне оң әсер ететін құбылыстарды көрген кезде қазақстандық көрермен арқаланып кетеді шыны керек. Мақтаныш сезімін тудырады деп айтсам болады. Мұндай жаңағы жағдайлар көбінесе біздің елдің жетістіктері, халықаралық аренадағы табыстарын көрген кезде, мәдени мұраны насихаттайтын, әсіресе ұлттық құндылықтарды дәріптейтін оқиғаларды көрген кезде көрермен, кез келген көрерменнің көкірегінде мақтаныш сезімі ұялайды. Негативті дүниелер болған кезде әлбетте әттеген-ай дейді. Сондықтан ол біздің қазақстандық көрермен, Қазақстан халқы жалпы патриот, елін, жерін сүйетін қоғам, нағыз
солай деп айтуға болады. Цифрлық медианың қарқынды дамуы жағдайында телевизия Қазақстан имиджін қалыптастыруда өз орнын сақтап қала ала ма? Жалпы телевизия мен медиа, яғни оның ішінде мына әлеуметтік желілер екеуі егіз ұғым, екеуін бөлек қарастыруға болмайды. Қазіргі заман, қазіргі тренд солай болды. Ол бірінші кезекте ақпарат жеткізу, ресми құралы, одан бөлек картинка, эмоция сыйлайды. Ол жерде сараптама, талдау, түрлі деңгейдегі эксклюзив дүниелерді көре аласыз. Ал әлеуметтік желіде бір жарым минутқа сыйдыруың керек айтар жаңалығын. Ол тек жаңалық жеткізу құралы. Бірақ әлгі телевидениеде шыққан дүниелерді әлеуметтік желі арқылы кеңінен насихаттауға, кеңінен көрерменді сол телевизияға тартуға әсер ететін құрал болып кетті. Араб әмірліктерінде сондай жағдай мен байқадым. Талдау, сараптау, эксперт дейміз ғой, мамандармен тілдесу, соның бәрін телевидениеден аласың, ол жерден жеткізесің, толықтай дүниелерді тыңдайсың. Ал әлеуметтік желіде соның қысқартылған дүниесін ғана бүйтіп ұсынып жеткізіп тұрады. Сен соған енді заман талабы ғой, онсыз да болмайды. Екеуі қатар алып жүру керек. Сондықтан дәстүрлі телевизия саласы ол өміршең, ол қала береді, ол біздің келешегіміз, онсыз болмайды. Ол мемлекеттің ынтымағын, тұрақтылығын қамтамасыз ететін құрал болып қала береді.